Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ұйғыр халқының мампар тағамының рецептімен бөлісемін. Өте дәмді әрі ерекше. Күнделікті жасап жүрген тағамнан жалықсаңыздар, осы тағамды жасап көріңіздер дегім келеді. Өте дәмді әрі ерекше. Ал менімен бірге бейнеде соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен кішкене суымызды құямыз, яғни 30 мл суымызға бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Орташа қамыр қылып илейміз, қатты емес не жұмсақ емес, орташа қылып илеп аламыз. Содан соң 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Ендігі кезекте қазанға сұйық майды құйып, ұсақтап турап алған етімізді салып, қызартып, піскенше қуырып алатын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша біз етімізді қуыра береміз. Сонда етіміз дайын болып пісіп тұратын болады. Бірінші қатты отта қызартып қуырып аламыз, одан соң жай отқа қойып пісіріп алатын боламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды қосып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Содан соң сарымсақ кескішпен сарымсағымызды ұсақтап алып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте көкөністерімізді турап алатын боламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Етіміз қызарып қуырылғаннан соң пиязымызды салып, баяу отта қуыратын боламыз. Сонда етіміз жақсылап жұмсақ болып пісетін болады. Лопатканың көмегімен біркелкі қылып араластырып алып, газ плитамызды ең төменгі отқа қалдырамыз. Содан соң бағдаршам болгар бұрышын турап алатын боламыз. Біркелкі қылып 4 бұрыштап турап аламыз. Бағдаршам болгар бұрышын турап алғаннан соң бір дана қызанағымызды ұсақтап турап аламыз. Көкөністеріміздің барлығын турап алдық, қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды жайып алатын боламыз. Ұнымызды сеуіп, қолымызбен 1-2 илеп аламыз. Біркелкі әдемі болып жайылу үшін қолымызбен осылай илеп алып, тындырып қоямыз 5 минутқа. Сонда қамырымыз біркелкі болып әдемі жайылатын болады. Етіміз ең баяу отта әдемі болып қуырылып пісіп жатыр. Ендігі кезекте турап алған көкөністерімізді салатын боламыз. Ең алдымен қызанағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 2 шай қасық томат пастамызды қосып, содан соң турап алған укромызды қосатын боламыз. Сонда тамаққа дәм беретін болады. Негізінен мампар тамағына кинза қосатын болады. Ал мен піскеннен соң дәміне қарай қосатын боламын. Содан соң бағдаршам болгар бұрышын қосып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш тұзымызды қосамыз. Содан соң салқын суымызды құйып, 10 минут көлемінде қайнататын боламыз. Көп қайнатпаймыз, қайнағаннан соң
өшіріп қоятын боламыз. Мампар тамағына негізінен кинза қосса өте керемет болып шығады. Менің балдарым кинзаны ұнатпайтын болғандықтан әркім қалауы бойынша өзінің кесесіне қосып алатын болады. Сіздер де қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Бұл тағамды өте дәмді, күнделікті жасайтын тамақтарыңызға айналады. Ендігі кезекте қамырымызды тез-тез жайып алатын боламыз. Қамырымыз тынып дайын болып қалды. Оқтаудың көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алдық, ортасынан кесіп, лента тәріздес қылып, біркелкі қылып кесіп алатын боламыз. Содан соң бірін үстін біріне орналастырып алып, біркелкі қылып, пышақпен төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Бұл қамырды негізінен сәл қалыңдау қылып жайып алу керек еді. Қалың қамырды ұнатпағандықтан жұқалау қылып жайып алдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жайып аласыздар. Және ұсақтап турап алыңыздар, майда бөліктерге бөліп. Бұл піскеннен соң одан да үлкейеді. Сондықтан майда бөліктерге бөліп төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Және айта кететін жайт, қамырды жайып жатқан кезде ұнды көбірек қылып сеуіңіздер. Сонда тураған кезде қамырымыз бір-біріне жабысып қалмайды. Турап алғаннан соң қамырымызды осылай қолымызбен ажыратып аламыз. Содан соң артық ұндарын алып тастайтын боламыз. Сеткаға салып, сілкіп жібереміз. Осымен біздің мампарымыздың қамыры дайын болды. Ендігі кезекте қазанымызға салып 5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Қамырымыз жұқа болып жайылғандықтан 5 минут көлемінде қамырымыз пісіп шығады. Одан артығында езіліп кету мүмкін. Осымен біздің мампар тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта сіздерге күшті рецептермен бөлісемін. Сондықтан менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Және менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызға таратыңыздар. Менің рецептім бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қамырымызды салып алғаннан соң жақсылап қозғаймыз. Сонда қамырымыз бір-біріне жабысып қалмайды. Содан соң 5 минут көлемінде бұқтырып қоямыз. Тамағымыз пісті. Қараңыздаршы, арадан 5 минут өткеннен соң өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тағамның дәмі ерекше. Күнделікті жасайтын тағамдарыңыздың біріне айналады. Қамыры қолдың қамыры болғандықтан дәмі өте керемет. Тамағымызды сүзіп алып, дәміне қарай кинза, укроп дәмдеуіштерімізді қосамыз. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Жансая.